Сәлем достар, бүгін капрезе салатын бай алдымен, тауық етімен және сиыр етімен жасап көрсететін болам. Сондай-ақ песто тұздығының рецебін де көре аласыздар. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен песто тұздығын жасауды көрсететін болам. Блендер ыдысына базилик, петрушка және укропты саламыз. Пармезан ірімшігін салып, кедр жаңғағы мен сарымсақты саламыз. Кедр жаңғағын табадағы кішкене қуырып алсаңыздар болады. Оған тоз, бұрыш, зәйтүн майымен және күнбағыс майын қосып, блендермен жақсылап еземіз. Мінекей біздің песто тұздығымыз дайын. Ең әуелі сиыр еті қосылған капрезе салатын дайындайтын боламыз. Осылай жіңішкелеу етіп туралған сиыр етін маринадтаймыз. Оған күнбағыс майындағы сарымсақты, тоз, паприканы қосамыз. Ерекше дәм беру үшін тимьян қосамыз. Грильге арналған осындай дәмдеуіш қостым, бірақ бұл міндетті емес. Жақсылап осылай араластырып, бетін жауып, 30-40 минутқа маринадқа қалдырамыз. Маринадталып болғасын, қызып тұрған пеште 190-200 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Піскен етіміз суығаннан соң песто тұздығын қойып, үстіне қызанақты қоямыз. Қызанақтың үстіне песто тұздығын осылай құйып, бетіне моцарелла ірімшігін қоямыз. Әсемдік ретінде бетіне бальзамический крем соус сеуіп шығамыз. Мінекей сиыр еті қосылған капрезе салаты дайын. Енді баялды қосылған капрезе салатын дайындаймыз. Жақсылап жуылған баялдыны осылай доңғалақтап тураймыз. Бізге 7 штугы жетеді. Соған тұз қосамыз және аздап зәйтүн майын қосып араластырамыз. Зәйтүн майдың орнына сұйық май қоссаңыздар болады. Табамызға зәйтүн майын кішкене ғана құйып, баялдыны осылай жұмсарғанша және екі жағынан осылай полоска қалғанша қуырамыз. Моцарелла ірімшігін осылай доңғалақтап тураймыз. Рассольдағы моцарелла қолдансаңыздар да болады, өз қалауыңыз бойынша, және қызанақты осылай доңғалақтап тураймыз. Енді тәрелкемізге орналастырамыз. Әуелі қызанақты, моцарелла ірімшігін, оның үстіне баялды және базилик қоямыз. Базиликті ұнатпасаңыз, орнына шпинат қолдансаңыз болады. Осылай видеодағыдай етіп қойып шығамыз. Мен ортасына осылай жасыл базилик пен қызыл базиликті қойып әсемдедім. Лоло Россо сияқты басқа да көктермен әсемдесеңіз болады. Ең соңында песто тұздығын сеуіп шығамыз. Мінекей баялды қосылған капрезе салатымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Енді тауық етінен өте дәмді капрезе салатын дайындайтын боламыз. Тауықтың төс етін осылай қиғаштап пышақпен кесеміз. Түбіне дейін кесіп тастамаймыз. Осылай видеодағыдай кесеміз. Енді біз тауықтың төс етін маринадтаймыз. Оған тұз бен паприканы қосамыз. Ұсақталған сарымсақ пен сұйық май қосып, осындай тауыққа арналған дәмдеуіш қостым. Барлық жеріне тигізіп, осылай қолмен жағып шығамыз. Пышақпен кескен жерлеріне де тигізіп, осылай жағып шығамыз. Енді маринадқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Тауық маринадталып болғаннан соң қызанақ пен моцарелланы турап шығамыз. Моцарелланы мен осындай түрін қолдандым. Сіздер үлкен доңғалақ түрін жұқалау етіп кессеңіздер де болады. Моцарелланы қалың етіп турамаңыздар. Пеште піскен кезде көбісі ағып кететін болады. Осындай жұқалау етіп турайсыздар. Осылай 5-5-тен турап алғаннан соң қызанақтың үстіне моцарелланы қойып дайындап аламыз. Маринадталған тауық етінің үстіне бағанағы кесіп шыққан жерлерінің арасына осылай қойып шығамыз. Қызанақ пен моцарелланың бетіне базилик қойып шығамыз. Базиликтің орнына аш жапырақ, яғни шпинат қолдансаңыздар да болады. Бәрін салып шыққаннан соң қызып тұрған пеште 200 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз.
Мінекей біздің капрезе тауығымыз пісті. Бұл тауықты біз микс салатпен ұсынатын боламыз. Микс салатты дайындаймыз. Салат жапырағын жегенге ыңғайлы етіп қолмен үзіп шығамыз. Қызыл салат жапырағын қосып жіберсеңіздер де болады. Черри қызанағын екіге бөліп қосамыз және зәйтүн қосамыз. Оған тұз, бұрыш және лимонның шырынын, зәйтүн майын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тауығымызды тәрелкемізге орналастырып, жанына микс салатты қойып шығамыз. Салатты бальзамический крем соуспен әсемдейміз. Бұл капрезе тауығын микс салатпен емес, ақ соуспен де ұсынсаңыздар болады. Ақ соусты дайындау үшін сливкиді, яғни 33% сливкиді қайнатып, қайнағаннан соң оған түйіршікті қыша, яғни зернистая горчица және лимонның шырынын қосып 4-5 минуттай қайнатамыз. Бұл ақ соусты басқа да тауық тағамдарымен және балық тағамдарымен де ұсынсаңыз болады. Мінекей микс салат пен капрезе тауығы дайын. Өте дәмді тағам. Бәріңіз жасап көріңіздер. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видеода кездескенше.